Қорқыныштан арылу. Мен өте қорқақ бала болып өстім. Мектепті бітіретін жылы Семейге Серік Қалиев ағайыммен айтысқа бардым. Пайызбен, әрине, плацкартпен. Қапталдағы төсекте үстіңгі қабатта ары-бері өтіп жатқан жұртты бақылап жатқанмын. Бір кезде төменгі қабатта сыра ішіп отырған екі еркек ерегісіп қалды. Айқайласып арасында жаман сөздері де кетіп жатыр. Төбелес басталып кетті де, біреуі қолына пышақ алды. Пышақты сермеген сайын қолымен жаққа кетіп қала берді. Қорыққанымнан ұстазымды іздей бастадым. Ағай деп айқайлайын десем, тілім таңдайыма жабысып қалған. Бір кезде аяқтарымның сіңірлері тартыла бастады. Сонымен жолсеріктер келіп бұзықтарды тыныштандырды. Бірақ әлгі қорқыныш сезімі менде қалып қойды. Біреу ала көзімен қарай бастаса тілім таңдайыма жабысып, жүрегім тарсылдайды. Айдаладағы әйел мен күйеуінің дауыс шығарып ұрысқанын көрсем де, сол. Осылайша қорқынышты арқалап өте көп жыл жүрдім. Үнемі біреу мені пышақтап кететіндей халде жүретінмін. Психологияға алғаш келгенде бірінші осы қорқыныштан құтылуды ойладым. Психологтың көмегімен есіме түскені мынау болды. Шамамен 8-9 жасында апам Ақсуаттағы аудандық ауруханаға түсті. Бір күні апамды сағынып ауруханаға келдім. Коридорда күтіп отыр едім, кушеткамен қансыраған бір адамды алып келе жатты. Тамағы осылған, бірақ тірі. Ес-түссіз. Менің дәл жанымнан өтіп бара жатқан кезде қорыққанымнан орындықтың астына кіріп кеттім-ау деймін, нақты есімде жоқ. Сәлден кейін апам шыққан кезде бісміллә, бісміллә деп таңдайымды басты. Аллаға шүкір, өз-өзімен жұмыс жасап жүріп, осы қорқыныштардан құтылдым. Қорқыныштың бір жаман жері миға тыныштық бермейді, сенімді азайтады, сабырды таусады. Сондықтан қорқып, жылап-сықтап жүре бермеңіз. Тоқтатыңыз. Тоқтату дегеніңіз сол, қорқыныштан арылу. Қазіргі кезде не болса содан қорқатын заман болды. Үйленгендер бала сүйе алмай қаламын ба деп қорқады. Бала сүйгендер қалай өсіріп жеткіземін деп қорқады. Бала үйде отырып қалса, жалқау боп кетеме деп қорқасың. Далада көп жүрсе, бірдемеге ұрына ма деп қорқасың. Оқуға түссе, шығып қалам деп қорқасың. Оқу бітіргендер жұмыс таба алмаймын ба деп қорқады. Байлар ұрылардан қорқады, кедейлер болашағынан қорқады. Ұлы барлар қандай келін жолығады деп қорқады, қызы барлар отырып қалама деп қорқады. Баласын үйленгендер ажырасып кетеме деп қорқады, қыз ұзатқандар қайтып келеме деп қорқады. Біреулер келіннен қорқады, біреулер өлімнен қорқады. Тамақты көп жесек семіріп кетеміз бе деп қорқамыз, аз жесек ауырып қаламыз ба деп қорқамыз. Уайымсыз адам жоқ. Ең дұрысы бәрін бір Аллаға тапсырып, бүгінгі күнге шүкіршілік айтып өмір сүру. Бірақ біз әлгіндей қорқыныштарымыз арқылы тағдырымызды сол қорқынышпен өріп, өз қолымызбен жасап жатқанымызды білеміз бе? Бір келіншек келді. Педофилдерден жаман қорқамын деді. Сол тұста бір қалада маньяк шығып, елдің бәрінің зәресін алып, жаңалықтар жарыса жазып жатқан кезет. Өзі осы оқиғамен байланыстырады. Әлгі педофилді қала болып іздеді. Қаршадай баланы зорлап өлтіріп тастаған. Содан бері осы қорқыныш пайда болды дейді. Қорқыныш ол кезде пайда болған жоқ, есіңізге түсіріңіз. 3 сағат қорқатын болсаң, демек ол саған берілген белгі. Есіңізге түсіріңіз де жазыңыз дедім. Есіме нені түсіремін? Менің бала кезімде мұндай жағдай болмаған деді. Сонда да жазыңыз дедім. 2 күннен соң есіме түсті деп тұр. Кішкене күнімде әжем мені көрші үйге қалдырып кетті. Сол кезде көршінің баласы денемді сипалап менің есім шықты. Содан қорыққанымнан ол мені өліп қалды деп ойласын деп үндемей жаттым деген ол. Бұл жағдайды қорыққаннан ешкімге айтпаған. Жазып отырғанда есіне түсіпті. Енді не істеймін деді. Есіңізге түскенде қандай сезім болды десем, жыладым дейді. Яғни бойында 20 бәленбай жылғы өксік тұрған. Осыдан кейін таңертең оянғанда бұрынғыдай ештеңеден қорқып тұрмайтынын айтты. Тағы бір қыз келді сабағыма. Ол қыз судан қорқады екен. Жігіті екеуі ойнап тұрғанда суға итеріп жіберген. Өзі қорқынышым содан басталды деп қояды. Бірақ анасынан келіп сұрағанда 2 жасында бассейнге батып кеткен едің деген.
Қараңыз, түп санасы 2 жастағы қорқынышын алдынан шығарып тұр. Медитация жасадық, қорқынышынан арылды. Кейін өмірімде бірінші рет қорықпай ваннаға түстім деді. Қорқынышқа қатысты мысалдар тым көп. Ақтөбеден бір апай келді. Көлікпен жүруден қорқады. Көлікке мінсем, зәре құтым қашады, бұл қорқыныштан қалай құтылсам болады дейді. Тағы да ол кісінің өз болжамы бойынша 25 жасында көлік апаты болған, содан бері қорқамын дейді. Тіпті баласы көлікке отырса да мазасы қашады екен. Сіздікі бала кездегі қорқыныш. Кейін пайда болған жоқ. Сол қорқынышыңыз оянып отырады деп едім, артынан өзі есіне түсірді. Ең бірінші көлік дегенді қайда көрдіңіз десек, есік алдында КамАЗ басып кете жаздаған дейді. Ол кісінің де қорқынышымен жұмыс істедік. Таяуда көлік рөліне өзі отырғанын айтып хат жазды. Иттен қорқамын дейтіндер болады. Ит қорған жерге өш дегендей, дәл осы иттен қорқатын адамдарға қабаған ит кездетте тұрады. Өйткені ол сол қорқынышты үрейімен өзі шақырып отыратынын білмейді. Бұл психикалық қорқынышыңды жеңуге болады. Негізі басым бөлігінде қорқыныштың түбі өлімнен қорқу ғой. Кейде бала көтере алмаудың да түпкі себептерін анықтау кезінде астарынан депрессиялық қорқынышты табуға болады. Мәселен, өліп қалам ба деген сынды үрейге берілу немесе денсаулығына алаңдау деген сияқты. Негізінде терең қорқыныктар мен психотерапевтер жұмыс істеуі керек. Қорқыныштың көбі 3 жас пен 12 жас аралығында болады екен. Яғни осы бала күнде қараңғыдан, жалғыз қалудан қорқатын балалар өсе келе бұл қорқыныштарын жеңіп кетеді. Демек 15 жасқа дейінгі қорқыныштардың тамырын тапқан кезде 60-70%-ға дейін азая береді. Негізі, жалғыз қалудан, қараңғыдан үлкен адам қорықпайды ғой. Оның қазір сезіп жүрген қорқынышы ішіндегі кішкентай кездегі бала қорқынышы. Мәселен, өз басым иттен қорқатынмын, кейін анықтасам, мені 4 жасымда ит талаған екен. Осы қорқыныштың салдарынан бойымда үрей қалыпты. Міне осыны естіп қайта сезінгенде қорқыныш кетіп қалды. Негізінде бала кезіңдегі қорқыныштар ұмытылмайды. Бірақ одан арылуға болады. Кейде адамдар қорқып кеттім дейді ғой. Олай емес. Ол қорқып кеткен жоқ, тек санасында қалып қалған қорқынышы оянып кетеді. Ал себебін тапқан кезде ол үрейі азаяды. Мұндай жайттар тәжірибемде көп болды. Тағы қайталап айтамын, қорқынышты жазамыз, өртейміз, тағы жазамыз, өртейміз. Осы әдетті қалыптастыра отырып, қорқыныштан түбегейлі құтылып кетуге болады. Әрине, бастапқы кезде қорқынышыңнан құтылғандай боласың, бірақ біраз уақыттан соң қайта білінеді. Ал адам қолына қалам алған кезде миында жоқ нәрсені жаза алмайды. Өз өмірбаянындағы нәрсені жазады. Жазды ма, түп санасында бар деген сөз. Тағы бір техника бар. Ішіңізді 8 санның суретін салғандай, қолыңызбен сипау арқылы да үрейді ұмыттыруға болады екен. Бұл туралы маған ресейлік психотерапевт айтқан болатын. Өйткені адам қорыққан кезде өзгеріс іште сезіледі екен, яғни іште жайсыздық туындайды. Сондықтан түйілген нәрсені жаңағыдай әдіспен шешіп жүру керек. Адам Алла тағаланы еске алумен жүрегін тыныштандырса, миын медитациямен тыныштандырады. Негізі адам бір мәселесін шешу үшін басындағы қажетсіз ойларды ойлай бергенде ми шаршайды. Қолын қимылдата берсе, қолы шаршайды емес пе? Сондықтан ми шаршаған кезде де оны демалту үшін медитация жасау керек. Мәселен, миды демалдырып тұру деген медитация бар. Ұйықтап жатса да демалмайтын адамдар болады. Негізі ғалымдар адам миы ұйықтаған кезде де дамылдамайды деп жатады. Бірақ ұшы-қиыры жоқ ойының шегіне жете алмай, ойы оң жаққа сансырап жүргендердікі жылдам шаршайды. Ұйықтап жатсам да бәрін біліп жатамын дейтіндер болады. Оны біз сергектік деп айтамыз. Бірақ бұл олардың миы демалмайды деген сөз. Жайсыз ұйықтадым деп жататындары сондықтан, яғни ми демалғанда адамның тұла бойы демалады. Аяқ-қол емес, ми демалғанда адам жақсы тынығып тұрады. Кейде 10 минуттық ұйқымен де шаршауды басуға болады. Адам миын үнемі демалдырып тұрса, кез келген сұрағының жауабын өзінен табады. Сұрақ өзіңнің ішіңнен шығып тұр ғой, жауабы да ішіңнен шығады. Қандай да бір телефон сатып алсақ, ішін ақтарып төңкеріп зерттейміз ғой. Немесе бағасы қымбат көлік алсақ та, оның бағасы не себепті қымбат екенде зерттеп тастаймыз.
Кез келген нәрсені зерттейміз де, миымызды зерттей алмай жүрміз. Салдарынан өз мүмкіндігімізді біле бермейміз. Бәрін әлеумет, яғни социум шешеді. Ауырсаңыз, дәрігерге барасыз, білім керек болса, мұғалімге барасыз. Шындығында сіздің дәрігер де, мұғалім де, бәрі де өзіңіз бола алатын мүмкіндігіңіз бар. Бірақ ол мүмкіндігімізді ашуға ниетімізде, уақытымызда жоқ. Себебі миымызда қажетсіз ақпарат көп болғандықтан, миымызда шум көп, дауыс көп. Сондықтан таң атпай, сіркеміз су көтермей жүреді. Миым ашып кетті дейміз. Біле білсеңіз, кез келген депрессияның түп тамыры ми ашудан басталады. Босанғаннан кейінгі синдром деген бар. Мысалға, әйелдер үйде отырып та шаршадым деп жатады. Неге? Ал медитация уақытында осындай сан сауалыңызға жауап алуға болады. Медитациямен демалдырып алған миыңыз көп қажетіңізге жарайды. Әлбетте, кез келген ілімді алу кезінде түбін исламнан іздейміз. Онда жақсы сөйлеңдер, болмаса үндемеңдер дейді. Сондықтан да өз өміріңді өзің жаса, өз миыңды пайдалан, дұрыс сөйле деп жатырмыз. Адам қай кезде қорқады? Адам Алладан бетін сырт бұрғанда қорқады. Әлбетте, қорқыныш үнемі бізде, бойымызда. Мәселен, қасыңда әкең келе жатса, қараңғылықтан қорықпайсың, ал өзіңмен өзің қалғанда бойды үрей билейді. Қорқасың, кредит, қарызымнан құтыла алмаймын деп бұғып отырсаңыз, отыра бересіз. Құтыла алмайсыз. Қорқыныштың түрі көп, ал оны жеңудің жолы бар ма? Ендеше, адамның қорқуы, уайымдай беруіне себеп иманның әлсіздігінен. Егер кім иманын күшейтсе, еш нәрседен қорықпаған болар еді. Өйткені ол Аллаға сенеді. Алла өзі реттейді бәрін деп алаңсыз уайымдамай отыра береді. Сәттілік деген нәрсе бірде бар, бірде жоқ. Сондықтан аузыңызда шүкіршілігіңіз түспесін. Бұл техника туралы келесі тараулардан оқып орындаңыз. Онсыз сіздің қолыңыздан ештеңе келмейді. Ешкімге ештеңе бермесеңіз, сізге де ештеңе берілмейді. Садақаңды бер, шүкіршілігіңді жаса, содан кейін ғана жағдайымды жасашы деп талап ете аласың. Түп сананы біз тіл арқылы былғаймыз деп мен үнемі айтамын. Сондықтан әсіресе әйел адамдар тілімізге ие болғанымыз жөн. Ал өкпе, реніш, қорқыныш деген сезімдеріңіз болса, оны түп санадан арылтып тастамайынша, аффирмацияңызда, арманыңызда орындала қоймайды. Мидағы қорқыныштан қалай құтыламыз? Алдымен ол қорқынышты тәптіштеп жазамыз. Мен жалғыздықтан қорқамын, қараңғыдан қорқамын деп. Анықтап алғаннан кейін неге ол қорқыныш сізді мазалайды, өткенді еске түсіресіз. Балалық шағыңызға да барып қайтасыз. Кейде өзіміз білеміз, қандай қорқынышымыздың барын, бірақ есімізге түсіргіміз келмейді. Себебі жанымызда ауыртып, ескі жараның аузын тырнағымыз келмейді. Асықпай ойланыңыз, өмір бақи ойланып, қашқақтап жүргенше, есіңізге бір рет түсіріп құтылыңыз. Әрине, еске түскен сәтте жаныңыз тырналып, уақытша депрессияға түсіп, жасыңызға еріп беріп, баяғы сәттер есіңізге түсіп қиналарсыз. Бірақ сол сәтте есіңізге аласыз да шығарып тастайсыз. Бітті, ол қорқыныш сізді енді мазаламайтын болады. Ол балалардың қорқақтығын жеңу үшін атпен шабу техникасы жақсы көмектеседі. Баланың жауырына иығы өседі және қорқынышы азаяды. Жалпы атқа міну техникасы қыздардың да қорқыныштарын жеңуге көмектеседі. Кешірім жолын ұста, дұрыстыққа бұйыр, білместіктен аулақ бол. Ағраф сүресі 7:199 аят. Құран кәрімде жазалау сөзі 117 рет келсе, кешірімді болу, кешіру жайлы 2 есе көп айтылған, яғни 234 рет кездеседі. Бұл көрсеткіштен Құранда жазалаудан гөрі кешірімділікке үлкен мән берілгенін білуге болады. Ислам дінінің талабы бойынша араздасқан екі мұсылманның өкпе реніші 3 күннен аспауы керек екен. Ол үшін сіз ренішіңізді ұмытып, шын жүректен Алланың ризашылығы үшін кешіруіңіз керек. Ал біздер қайтеміз? 40 жылғы өкпе ренішті арқалап алып, батпандай ауыр салмақты ауруға айналдырып болғанша әлгі реніштен арылмаймыз. Менің түп сана сабағыма қатысушылар біледі, түп сана тазаланбай, аффирмация айтудың пайдасыз екенін. Түп санадағы қоқысы шығарылмай арманын орындау мүмкін емес екенін. Ал тазалану дегеніңіз осы өкпе, реніш, қорқыныштардан арылу.
Басқа түгілі біздің түп санамыз өзімізді 9 ай көтеріп, дүниеге әкелген, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген ата-анамызға өкпе ренішімізді сақтап қойған өзіне. Адамдармен жайдан жай араласа бермей зерттеп жүргенді жақсы көремін. Бір жігітті танимын, айтыстың жан күйері, көрген кезде аман сәлеміміз түзу. Қателеспесем мектептен кейін оқымаған, бірақ сөйлегенде сөздің майын тамызады. Өте пысық, өте бай. Мен әр адамның тыныс тіршілігіне қарап отырып жолының ашық, жабық екенін шамалай аламын. Жаңағы танысым бір жұмбақ болды маған. Қатты жомарт емес, көпшіл деп те айта алмаймын. Бірақ жолы болғыш. Жақында ұшақта кездесіп қалдық. Бір сағаттық әңгімелесі барысында оның бір ауыз сөз арқылы сұрағымның жауабын таптым. Ол мен анамның көзінен сүймей ұйықтамаймын, анамның батасын алмай үйден шықпаймын деді. Қандай керемет! Алланың нұры анасының разылығын алған адамға жаумағанда кімге жаусын? Ата-анасының разылығын алуға ұмтылатын парасатты ұрпақты Алла бәрімізге нәсіп еткей. Ақтау техникасы деген бар. Ата-анаңыздың сізді өкпелеткен, ренжіткен кездеріне 70 түрлі ақтау жазып, ақтап алу техникасы. Осы тапсырма берілгенде, сабаққа қатысушылардың басым бөлігі менің ата-анама деген ешқандай ренішім жоқ. Не деп ақтап аламын деп азарда безер болған. Кейін техниканы орындаған кезде түнімен жылап шыққандарын айтты. Бұл не деген сөз? Сіз ата-анаңызға ренжімейсіз, мен сенемін, тарғы дүниелік ата-анама ренжімек түгілі, мен оларға қарыздармын дейсіз. Бірақ сіз бала күніңізде ренжігеніңіз анық қой. Кәмпит әпермей қойғанда, қонаққа апармай қойғанда, немесе қонақ келгенде барын салып, дастарханын жайнатып қойған, ата-анаңыз сізге дастарханнан тәтті бермей қойғанда, өкпелеп қалдыңыз ғой. Түпсана сол сіздің кішкене күніңіздегі өкпе ренішті өзіне сақтап қояды. Тіпті кейбір психологиялық кітаптарда түпсананы адамның жоғар мені деп атап, оның жасы сіздің 5 жасыңыздағы кезеңіңіз деп те суреттейді. Ал 5 жастағы баланың не болса, соған өкпелей салуы қалыпты жағдай емес пе? Кімде-кімнің қателігін көрсең, 70 түрлі үзірмен ақтап ал дейді. Алла тағала қалайша бізге өмір сыйлаған әке-шешені ақтауға болады дегендер болды. Нәтижелерді көріп, дұрыс жасатып жатқанымды түсіндім. Ешқандай ренішім жоқ дегендердің түп санасында реніш бар болып шықты. Еш ренішім жоқ деген бір қыздың түп санаға үңіле келе, күйеуіне реніші көп екені байқалды. Әке-шешесіне реніші көп адамның күйеуіне реніші көп. Әкесі арақ ішетін болса, әке ішпеші деп айта алмайды. Ішінде ұстап жүре береді, яғни кінәмшіл сөзі ішінде қалды ғой. Ол күйеуге тиеді де, күйеуіне айта бастайды. Ішпе дейді, анау-мынау дейді, бірақ ол әкеге деген претензия еді. Ол ақтау неге керек? Күйеуіңді әкеңнен бөліп алу. Әкесі шетіндердің күйеуі де шетін болып шығады. Әке өз орнында, шеше өз орнына тұруы керек. Әкені ақтап алғанда кейбір әйелдердің күйеуіне деген претензиясы жоғалып кетеді. Көптеген әйелдердің өз-өзіне көңілі толмаушылық, ол анасына деген өкпесі. Кішкентай бала ыдысты жуып қой дегенге де өкпелеуі мүмкін. Ал сол балалық өкпесі түп санасына қалып қалуы мүмкін. Адам өкпелей беретін болса, демек кішкентай кезінде көп өкпелеткен оны. Кім өкпелейді? Бала өкпелейді. Ендеше өкпесі қанағаттанбаған адам өмір бақи өкпелей береді. Кешірімге қатысты тағы бір техника бар. Өзіңіз ренжітіп алған адамдарды ойға елестете отырып, қағазға кешірім сұрап жазасыз. Не үшін ренжіткеніңізді жазасыз? Немесе өкпені де солай. Өкпеңізді сіз өкпелеп жүрген адамның білмеуі де мүмкін ғой. Осылай жазып өртеп жібересіз немесе суға ағызасыз. Жеңілдікті сезінесіз. Әрине, кешірдім, босаттым деп жазған күннің өзінде сол адамды көргенде қайта жыныңызға тиюі мүмкін. Техниканы қайта қайталайсыз. Кешірімнің өзімен де біраз жұмыс істеу керек. Жазғаныңызда жеңілдетпесе, аффирмация айтып жәрдемдесіңіз. Маған адамды кешіру өте оңай деп. Адам өз айтқан өтірігіне өзі сеніп қалады. Өйткені түп санасы сеніп қалады. Мысалы, сіз дүкенге барғыңыз келді делік. Ойша мен дүкенге барып келдім, керегімді алып келдім деп елестетіп айтсаңыз, түп санаңыз арасында да сіздің дүкенге барып келгеніңізге сеніп қалуы мүмкін. Бір келіншек хат жазыпты.
14 жаста қызым бар, қалағанның бәрін әперіп отырмыз әкесі екеуміз, бірақ өте қырсық, өтірікті көп айтады, ұрдым, ұрыстым, жай айттым, дым нәтиже жоқ депті. Қызыңызды маған алып келіңіз, болмаса өзін жіберіңіз дедім. Ертіп келді. Келе сала ұрыс басталып кетті. Айқайлап жатқан анасы. Қызы жұлынып әрең отыр. Екеуін әрең дегенде сабырға шақыру үшін 2 бөлмеге бөлек отырғыздым да бір-біріне хат жазуын өтіндім. Анасына ешқандай өкпе ренішсіз, махаббатқа толы хат жазыңызшы дедім. Сонымен жазу басталды. Анасы жазып жатыр. Арасында жылап алады. Сосын ары қарай жазады. Қыз әлі қырсығып отыр. Менің оған жазатын ештеңем жоқ деді басында. Сосын қаламды алды, бір ғана сөйлем жазды. Анаңа өз қолыңмен берші, қазір шақырайын деп өтіндім. Сол сәтте көзінен бір тамшы жас үзіліп түсті. Сіз апарып беріңізші, мен ұяламын деп жылап жіберді. Анасына хатта апарып бердім, ашты, оқыды. Сосын отыра қалып ол да жылады. Хаттың ішінде бір-ақ ауыз сөз жазылған екен. Мама, мені құшақтаңызшы, мен сізді қатты сағындым. Күн сайын ұрыс ести бергеннен шаршаған ғой байғұс қыз. Жалпы баланың қырсықтығы, бұзықтығы маған мейірім керек деген сигнал. Осы жағдай менің өзіме қатты ой салды. Мен өз қызымды ойладым. Соңғы рет қашан құшақтадым, қашан еркелеттім деп жаман болдым. Көшеден көршіні көріп қалсақ асты үстіне түсіп жағдайын сұраймыз. Тойға барсақ туыстардың көңілі үшін өтірік болса да күліп отырмыз. Достарымыздың көңілін көтеру үшін бар жылы сөзімізді арнаймыз. Ал жақындарымыз ше? Олардың не жазығы бар? Оларға неге сонша қаталмыз? Біреудің ата-анасына кішіпейіл боп өз ата-анамыз бірдеңе десе жақтырмай қабақ шытып тұратынымыз рас қой. Айдаладағы адамға бар ықыласымызды төгіп жүргенде, жақындарымыз бізден мейірім күтіп жүрген жоқ па? Мейірімді болуды өзімізден бастайықшы. Адамды тәрбиелейтін қаталдық емес мейірім. Адам есейген сайын ақылым көбейіп келе жатыр деп ойлайды. Бірақ ақылды болған сайын арманға қол жеткізу қиындап, көп нәрсеге сене бермейтін боламыз. Байқайсыздар ма, қай-қайсымыздың болсын бала кездегі армандарымыздың көбі орындалған. Неге? Себебі баланың энергетикасы таза. Олар ешкімді жамандамайды. Ешкімге ренжімейді. Ешкіммен ұрыспайды. Ренжіп қалса, ренішін тез ұмытып қалады. Періште айтса қабыл болады, періште жол қарап еді, қонақ келді деп өзімізде талай айттық. Көп жағдайда неге тілегіміз қабыл болмайды? Себебі жаратушыға айтып жатқан арызымыздың жолын өзіміз жауып тастаймыз. Блок көп. Негатив көп. Жаман энергетика көп. Шашымыз кірлесе жуамыз, үйіміз кірлесе тазалаймыз, киім кірлесе жуамыз. Ал жан дүниені ше? Тазалаудың жолы көп. Оның ең бастысы өзімізді ренжіткен адамдарды кешіру. Қанша қиын болса да кешіріңіз, сонда өз жолыңыз ашылады. Кешірім жүректі жұмсартады. Кешірім денсаулықты нығайтады. Кез келген ауырып жүрген адаммен сөйлесіп көріңізші, әйтеуір біреуге реніші бар. Кешірім бақытқа да, байлыққа да жол ашады. Сосын өзіміз ренжіткен адамдардан кешірім сұрау. Ол да блок. Өзіміз білмейтін әңгімеге араласпау керек. Қорқынышты жаңалықтардан, кинолардан миды таза ұстау керек. Жүрегімізге жақын қабылдайтын ауыр сериалдарды қарамау. Кісінің көңіліне келетін ауыр сөз айтпау. Біреу тиісіп жатса жауап бермеу. Осы дүниелерді қиын болса да әдетімізге айналдырып үйреніп алсақ, көп тілегімізге қол жеткіземіз. Тазалықты балалардан үйренуіміз керек негізі. Басқа адамдарға қатысты әңгіме айтарда еш себебін білмей, сөгуге, жамандауға әзір тұрамыз. Бір мысал. Әдебиеттен беретін апай сабақ айтып тұр. Бір күні теңіздің үстінде жүзіп келе жатқан алып кеме аударылыпты. Құтқарушы қайық келгенде ішінде жалғыз орын бар екен. Күйеуі қайыққа секіріп мініп, ал әйелі суға батып кетіпті. Бірақ батып бара жатып бір ауыз сөзді айқайлап айтып үлгеріпті. Қалай ойлайсыздар, әйел не деп айтты деп сұрақты қоймай жатып оқушылар, сен оңбағансың, мен сені жек көрем, еркек емессің деп айтқан шығар деп шуылдапты. Тек бір бала ғана үндемей тыңдап отырып шу басылған соң, балаға дұрыстап қарашы деген шығар дейді.
Мұғалім таң қалып, сен оны қайдан білесің? Десе, менің анам қайтыс болып бара жатып әкеме солай деген болатын деген екен. Класта үнсіздік. Бәрінің көзінде жас. Мұғалім әңгімесін жалғастырып жатыр. Сонымен кемеден аман қалған еркек қызын өсіріп, ұзатып артынша қайтыс болған екен. Әкесі қайтыс болған соң қызы оның күнделігін тауып алыпты. Ол жерде әйелім екеуміз үлкен қаладан емнен келе жаттық. Дәрігер маған, әйеліңіздің 2-3 күн ғана уақыты қалды. Ішкі органдары түгі қалмай езіліп біткен. Жүрегі әрең соғып тұр деді. Бұл өте қатты ауыр соққы еді, себебі мен оны қатты сүйдім. Қайтып келе жатқанда қатты дауыл тұрып, біз келе жатқан кеме аударылды. Құтқарушы қайықта жалғыз орын болды. Әйелім қаламын деп шешті. Мен өлімнен тіпті қорықпайтын едім, бірақ қызымды ойладым. Титтей сәбиді ойлап қайыққа мініп кете бердім деп жазылған екен. Біз көбінесе адамдарды танымай жатып жек көреміз. Көзімізбен көрмеген нәрсені талқылаймыз. Біреу қателік жасаса, сондай қателікке оны итерген не екен деп бас қатырып жатпаймыз, керісінше одан сайын табалап күнә арқалап жатамыз. Ауылда отырып алып, Алматыда жүрген біреуді өсектейміз. Әлдекімнің қоқсығын әңгіме қылып, миымызға кіргізіп, өз әлемімізді лайлаймыз. Сондықтан өзгеге қатысты пікір айтарда, ол адамның орнына өзіңізді қойып көріңіз. Ауызға ие болғанымыз абзал. Ал біліп-білмей жамандап қойған адамдарыңыз болса, олардан тікелей сұрауға шамаңыз жетпесе, ойша кешірім сұрауға болады, яғни кімді жамандасақ, сол адамның хақысына кіреміз. Мәселен, әлдебіреумен сөзге келіп қалып, я болмаса көңілімізге жақпай қалса, оңбаған, ұятсыз деп тіпті одан зорғысын айтып үлгереміз. Ал дәл сол ашуланып тұрған сәтімізде мәселенің байыбына бара алмай жатамыз. Бала тәрбиелеп отырсыз ба? Күні ертең сіз қазір табалап отырған адамның күйі өз басыңызға келмесіне кепіліңіз бар ма? Балаңыздың баласы не болады? Сондықтан ашумен айтқан сөзіңіз болса, сөзіңізбен, ісіңізбен ренжітіп алған адамыңыз болса, өзінен кешірім сұраңыз. Сұрауға әлі де тәкаппарлығыңыз бой бермей тұрса, ойша сұраңыз. Өзіңізді жұмсартыңыз. Нахл сүресінде шындығында ол Алла тәкаппарларды ұнатпайды делінген. Ендеше көркем мінезді болуға ұмтылайық. Ренжітіп алған адамдарыңыз үшін дұғада болыңыз. Мен де ойша кешірім сұраймын. Аллах тағалам, мені кешір, кімді өсектедім, кімнің хақысына қалдым. Бәрі кешірсінші. Біреуді ғайбаттап сенімінді ақтамасам, кешір деймін, яғни біз мұндай иілуімізбен, осындай әрекеттерімізбен көрінбейтін хақыдан құтыламыз. Әрине, елдің бәрін қақсатып алып, кешірім сап, күнәмді шайып аламын дегенде болмас. Сондықтан көрінетін хақыдан сыйлық беріп кешірім өтін. Өкпелеткен, ренжіткен адамдарыңыздан кешірім сұраудан намыстанбаңыздар. Алла тағала қасиетті Құран кәрімнің Ниса сүресі 36 аятында Аллаға құлшылық жасаңдар, оған ештеңені ортақ етпеңдер. Ата-аналармен, туған-туыстарымен, жетімдермен, қамқорлықты керек қылған адамдармен, алыс жақын көршілермен, достарымен, қол астарындағы қызметшілермен жақын араласыңдар. Алла барлық дандайсыған мақтаншақтарды жақсы көрмейді делінген. Ислам дінінде кісі ақысына ерекше мән берілген. Тіпті ширктен Аллаға серік қосу кейінгі кешірілмейтін күнәлардың қатарына жатқызылған. Себебі адам ақыретке кісі ақысын арқалап баратын болса, ақысы кеткен адаммен оны кештік демейінше Алланың да кешірмейтіні айтылған. Адамдар қай кезде күнә жасайды? Өмірде ең жаман адам кім? Өтірікшілер, зинақорлар, ішкіштер дейді. Ал ең жаманы ұрылар екен. Өйткені олар ешкім көріп тұрған жоқ деп ұрлайды, яғни олар Алланың бар екенін мойындамайды, яғни имансыздар. Біз бәрін бақылап тұрған Алланың бар екенін шын білген кезде, Алланың әмірінсіз жерге бір тал жапырақта түспейтінін білген кезде жаман сөз сөйлемейміз. Мәселен, бөтен адам отырса, сырымызды айтпаймыз ғой. Демек, оңаша отырсың ба, әр ауыздан шыққан сөзге абай бол. Түп санаң естіп отыр. Жазып қояды. Ол аздай соны шақырады. Мәселен, жоғарыда айтып өткенімдей бала көтере алмай жүрген адамдардың көбі біреу балалы болса, түрі бұзылып, көңіл күйі түсіп кетеді. Әсіресе сол үйдегі жас келіндер босанса, болды, мен тумаймын дейді. Сен бала көтере алмай жүрсің, ал біреудің бала көтергені қуаныш. Бірақ ол саған қуаныш сыйлап тұрған жоқ. Ол сенің қызғанышыңды,
тәкаппарлығыңды оятып тұр. Біліңіз, қызғаныш сәттілікті жояды. Қызғаныш жетістікті жояды. Өкпе, реніш денсаулықты жояды. Алла тағала өткен іске өкінгендерді жек көреді дейді. Сондықтан қателігіме де, қуаныш қайғыма да шүкір. Қабылдадым, тәуба деп те үйрену керек. Кешірім техникасына қатысты тағы бір айтатын жағдай көрінбейтін хақылардың кешірім сұрау. Дұғаның үлкені Алла тағалам, менің біліп, білмей жасаған күнәларымды кешір дейді. Кешірім сұрап жүру керек. Кімнен? Ол мейлі ренжіткен адамдарың болсын, мейлі балашаға болсын. Сәтсіздікке апаратын, тағдырын құртатын ол тәкаппарлық. Алла тағала айтады, кімде кімнің жүрегінде шаңның тозаңындай тәкаппарлық болса, оның күнәсі кешірілмейді дейді. Әйел мен күйеу ажырасса, менікі дұрыс деп кетеді әрқайсысы. Адам болмады, сүйредім, менікі жөн дейді. Енем күн бермеді, жақпады, бұл тәкаппарлық. Баламды өсірдім, жеткіздім, бағаламады тәкаппарлық, яғни бүкіл ұрыс керістің артында тәкаппарлық тұрады. Сондықтан тәкаппарлығыңды сындырмасаң, сенің жолыңда кедергі кездей береді. Ал оның бір жолы кешірім сұрап сындырамыз. Мысалы, әйелі мен күйеуі ұрсса, олар бір-бірін сағаттап кінәлауға бар. Бірақ ауыз кешірші деген сөзді айта алмайды. Кешірім сұрасам, құтырып кетеді деп ойлайды. Адасушылыққа әкелетін сөздер. Ел не дейді? Үндемесең басына шығып алады. Өзіңді басындырма, бетіне айтып таста. Бұл тәкаппарлыққа апарады. Жолдан тайдырады. Мен жындарды оттан жараттым дейді. Алла тағала жынның шаруасы ренжіту һәм ажырату. Адам қатты ашуланғанда, қатты қайғырғанда түтігіп қып-қызыл болып кетеді. Өйткені оның ар жағында жынның әрекеті тұр. Ал отты немен өшіреміз? Қандайда бір ашуланып тұрған жағдай болса, бетіңді мұздай сумен жу дейді. Сумен жуасың. Оған көнбесең, шомылып ғұсыл алсаң болады. Ұрсысқан сайын, соғысқа шыққан сайын жындары семіре береді. Бұл маятник. Кешір дегенде маятник әлсіреп қалады. Демек, өзіңдікі дұрыс болып тұрса да, кешірім сұра. Кез келген ұрыс керістің нәтижесі менікі дұрыс деп аяқталуы керек емес, татулықпен аяқталуы керек. Дұрыс болсын, болмасын, онда сен жеңесің. Ашуланған адамдардың бірін-бірі естімейтіні содан. Әйел мен күйеуі қырылып жатады. Баласын ұрып жатыр. Қойсаңшы дейсің. Позор, ұят, елге сүйкімсіз болып көрініп тұрсың дейсің. Баланы ұрғанның өзі дұрыс емес. Білеміз дұрыс емес екенін, бірақ білсек те жасаймыз. Неге? Себебі біз ұйықтап кетеміз. Санамыз ұйықтап қалады. Оянып қаласың да, мен не істедім дейміз. Өйткені разум ұйықтап қалады. Сондай-ақ адамды кінәлаудың ар жағында да тәкаппарлық бар. Мен сөйлегім келеді, бірақ ұялам, негізі сөйлеуім керекпін ғой, мен неге сөйлемей тұрмын деген сынды ұялудың ар жағында да тәкаппарлық бар. Мұнда ешкімді кінәлаудың қажеті жоқ. Тек тәкаппарлық арқылы өзіңнің патогыңды жауып тастайтыныңды ұмытпа. Ата-ананы ақтаудың артында да тәкаппарлықтан аса алмай жататындар бар. Мысалы, бір қыз айтады, мені апам баққан деп. Білсек, анасы жұмыс істейтін болған соң, баласын тастайтын жер болмаған, ал әкесі тастап кеткен. Осылайша қызын апасына бақтырған ғой. Мен оны қатты сағындым, іздедім, бірақ ол маған келмеді. Ал оған деген менің сағынышым жүрегімді тесеттейді. Тағы бір қыз жазды, мені босанатын үйде тастап кетті, анамның түрінде білмеймін деп. Енді бір қыз жазыпты, мен әкемді ақтай алмадым, ол мені іздеп келмеген, мені тастап кетіп қалған, ал оны қалай ақтаймын деп. Бірақ оның жанында туған әкесі зорлаған қыздардың арасында да әкесін ақтап алғандар бар. Елдер айтады, қалай зорлаған әкесін ақтап алған деп. Алла тағала әке шешеңе қарап тіпті туып деме деген. Бұл Алланың бізге берілген бұйрығы. Оның жанында ренжу деген не? Міне, психологияның түп тамыры сол жерден басталады. Алла тағала кешіріп жатқанда, біз кешірмейтіндей кімбіз? Кешірмесең, кешірілмейсің. Өзімізде де жетіп жатыр ғой күнәларымыз. Кешке дейін өсек айтамыз, бала шағамызға ұрсып тастаймыз, талай адамды талқыладық, талай адамның хақысына да кіріп кеткенбіз. Ал сөйтіп отырамыз да, адамдар неге ақтап алғысы келмейді дейміз. Өйткені өкпе реніш деген нәрсе ауыр жүк. Ал адамдар неден қорқады?
адамдар сол жүк кетіп қалған соң орнын немен толтырамын деп қорқады, яғни босап қалудан қорқады. Оларға одан да біреуді кінәлап, ренжіп отырған пайдалырақ сияқты. Сол үшін де ешкімді ақтағысы келмейді. Жаңағы өкпе реніштің орнын, яғни кеңістіктен, бостықтан қорқады. Мысалға, өмір бақи ренжіп келді де, енді реніштің бәрін ұмытқасын, оның орнын бір нәрсемен толтыруы керек қой. Содан да басқа немен айналысатынын білмейді. Оқытқан жоқ мені әке-шешем, баққан жоқ, қараған жоқ, маған мейірімді көрсеткен жоқ, содан мен бақытсыз болып қалдым, солай біреуді кінәлау тиімдірек дей. Олар үшін егер әке-шешесі кінәлі болмаса, басқа біреу емес, жауапкершілікті өз мойнына алу деген сөз. Ал жауапкершілікті ешкім алғысы келмейді, сондықтан да ақтай алмаймын деген желеуді ұстанады. Әрине, ақтай алады, тек жауапкершілікті саналы түрде алғысы келмейді, кеңістікті немен толтырам деп қорқақтайды. Мынадайда жағдай болды. Тараздан бір келіншек жеке қабылдауыма жазылды. Күйеуімен ажырасып кеткен, айтуынша күйеуі нағыз тиран болған. Ұрған, соққан, содан кейін шыдамаған ол бір қызымен ажырасқан. Кейін бір еркекпен көңіл қосып, одан бала туады. Ол еркектің 5 баласы бар, ал әйелі алқаш екен. Жаңағы әйел, сен басқа біреуге кететін болсаң, мен өз-өзімді өлтіремін, бір күні суицид жасаймын деген екен. Ал еркек біріншіден осыдан қорықса, екіншіден, егер кетіп қалса, балалары қараусыз қалады. Ішімдікке салынған әйелі балаларына қарамай, ешкімге айтпай үйден шығып кетіп қалатын әдеті бар. Сол үшін мен балалардың қасында қалуым керек деп ойлайды екен. Ал енді қараңыз, сол қыздың әкесі кезінде жүріс жасайды. Сол кезде шешесі оны біліп қояды да, ойнақ жасаған әйелдің отбасына барып ойранын шығарады. Сен білесің бе, сенің қатының жүріс жасайды деп. Содан кейін күйеуі әйелін өлтіріп қояды. Содан бір күні менің пациентіме көрші әйел айтады, сенің мамаң болмағанда тып-тыныш жүретін едіңдер ғой, бәрін құртты ғой деп, яғни осы жайт менің миымда қалып қалған. Мына еркектің әйелі де өліп қалама деп қорқамын. Осы еркекпен қалайын ба, қалмайын ба, білмей тұрмын. Бір жағынан кетіп қалайын десем, қайда барам, жақсы көремін. Кетпейін десем, қашанға дейін оны қашан келеді екен деп күтіп жүремін деп үздігіп тұр әлгі әйел. Ол сенің күйеуің болды ма, ұнады ма саған десем, жоқ ұнамады, өлтіргісі келді ғой, ол тиран ғой деді. 2 қызы бар бірінші күйеуінен. 2 қызың бар, шыныңды айтшы, сен күйеуге тисем қыздарыңа тиісет деп қорқасың ба? Десем, иә қорқамын дейді. Қарасаңызшы енді қорқам деп тұр. Бұл еркек өзінің тапсырысы ғой. Маған келіп кетіп жүрген еркек не істеймін, қуып жіберейін бе, маған нормальный еркек керек дейді. Бірақ саналы түрде өзімен тұратын еркекті қаламайды. Менде пендемін. Қателіктерім көп болды. Тіпті бір кездері кейбір адамдар менен сырт айналды. Өз айналамнан бастап өте қатты кінәлаулар бола бастаған соң, мен түні бойы дұға тіледім. Аллам менің абыройымды арттыршы деп. Осыншалық күнәһар, оңбаған, нашар адам болсам да, менің абыройымды арттыршы, мен осы қателіктерді қайтып жасамауға уәде берейін. Бірақ маған мүмкіндік берші дедім. Қазір менің айтыстарымның ютубтағы видеолардың қаралымы 10-15 мың болса, психологиялық сабақтардың, көрсетілімдердің қаралымы 500 мыңға дейін жетіп жығылады. Мен айтыскер ақын ретінде зал толы адамды жинай алмаған болсам, ол адамдар тек менің ақындығыма келіп отыр. Ал қазір мені тыңдайтындар, менің тренингіме келетіндер мені тұтасымен қабылдаушылар. Сондықтан өз тәкаппарлығыңызды өзіңіз сындырмайынша, басқа біреудің келіп сындыруын күтпеңіз. Өз тәкаппарлығыңызды өзіңіз сындырып үйреніңіз, мойындап үйреніңіз, басқалардың сізден артықшылығын мойындап үйреніңіз. Әсіресе өзінің енесін дұшпан көретін адамдар оның артықшылығында минусқа жіберіп отырады. Дәлірек айтсам, енем тамақ істесем жағаласып жүреді дейді. Негізінде мен тамақ істесем енем көмектесіп жанымда жүреді деген қандай ғанибет. Ал бірақ біз тәкаппарлық кезінде плюстың өзін минус қылып көреміз. Ендеше тәкаппарлығымызды өзіміз сындырған кезде Алла тағала бізге нығмет береді, өте көп нығметтер береді. Елдің бәрі еңбек етпей-ақ жайдан жай байып кетті дейсіз бе? Ниетті таза ұстаса ғана адам байиды. Амалдан ниет жақсы дейді. Ал ниеттену үшін оның жолдары бар. Мысал үшін дұғамды айтайын,
иә, Аллам, егер менің білімім пайдалы болса, маған берекелі байлық бер деп дұға тілеймін. Яғни мен қазір алып жатқан дүние, жаратып жатқан ақшамның берекесі бар ма, жоқ па, мен осыдан байқаймын. Ал көрінетін хақы дегенге біреудің қандай да бір мүлкін иемдену, көз жасына қалу, қарыз, жолын кесіп кету. Бұл көрінетін хақыға жатады. Ал көрінбейтін хақы ғайбаттық жол. Біреуді ренжітіп алып, хақысын өтемей, сен жәннатқа да кіре алмайсың. 1000 жерден тақуа болсаң да. Мысалы, сен біреуді жылатып қарызын алып, жолын кесіп, намазға келіп тап-таза болып кете салсаң, оның көз жасына жауап әйтеуір бір беріледі. Сол үшін хақысын ал, кешірім сұра, бұл дүниеде кешірім алып алған оңайрақ болады. Сондай-ақ жала жабу да көрінбейтін хақыға жатады. Адамдармен қарым-қатынасты жөндеп жүруге қатысты бір әңгіме жазайын. Әлемді жылатқан оқиға. Гүлжан ет зауытында жұмыс жасайды. Бір күні жұмысын аяқтап болған соң, ет сақталатын тоңазытқыштары бар салқын бөлмеге бір нәрсені тексеру үшін кірді. Бірақ кері шыға алған жоқ. Есік сырттан жабылып қалды. Қанша тырысқанымен есікті аша алмады. Есікті сырттан біреу ашпаса, іштен аша алмайтынына көзі жеткен Гүлжан көмекке адам шақырып, бар даусымен айқайлай жөнелді. Кешкі уақыт болған соң барлық жұмысшылар үйлеріне қайтып кеткен. Шарасыз қалған соң бар білетін дұғасын оқып, Аллаға жалбарына бастайды. Гүлжанның салқын тоңазытқыштың ішінде отырғанына 5 сағат болды. Кенет есік ашылды. Бірден сыртқа жүгіріп шықты. Есікті ашқан зауыттың қарауылы екен. Гүлжан әрең дегенде сабырға келді. Есін жия бірден қалауылдан мұндай уақытта есікті неге ашқанын сұрады. Ол кісі, мен бұл зауытта жұмыс істеп жатқаныма 35 жылдай болды. Мыңдаған жұмысшылар келіп кетіп жатты. Алайда сол мыңдаған адамдардың ішінде тек сіз ғана менімен таңертең амандасып, кешкісін қоштасатынсыз. Көбісі мені көздеріне де ілмей, тіпті адам деп те санамайтын. Бүгін әдеттегідей таңертең сіз менімен амандастыңыз, алайда сау болыңыз, ертең кездескенше дегеніңізді естімедім. Тек сіздің маған деген қарым-қатынасыңыздың арқасында өзімді адам ретінде сезінетімін. Бірақ бүгін сіздің қоштасу сөзіңізді естімегендіктен қобалжып, сізге бірдеңе болып қалды ма деп қатты уайымдадым. Міне, сондықтан мен фабриканы түгел тексеруге шықтым. Күдігім расталып, сіз мына салқын бөлмеде қамалып қалыпсыз деді. Айналаңыздағы барлық адамды сыйлап, қарым-қатынасыңызды үзбеңіз. Қателігіңіз болса, кешірім сұрап түзеңіз. Себебі сіз ертең не болатынын білмейсіз. Ата-анаңызды 70 түрлі үзірмен ақтап ал деді. Дәл солай сізді ренжіткен кез келген адамды ақтап алуға болады. Ұрғанды да, зорлағанды да, қорқытқанды да ақтап аламыз. Ақтауға келмейді дегенде жағдай болса, қалам алып, қағазға сол адамға хат жазамыз. Әкеміз бе, шешеміз бе, ағаңыз ба, кім сізді ренжітті, сол адамға хат жазасыз. Және сол адамның атынан өзіңізге хат жазыңыз. Мәселен, әкесі тастап кеткен қыздар өзіне былайша хат жазуға болады. Қызым, мен сені тастайын деп кеткен жоқпын. Менің екінші отбасым болды. Сол сәтте шешім қабылдай алатындай шамам болмады, кешір деген секілді хат жазасыз. Немесе сізге кішкене күніңізде қол көтерген анаңыздың атынан, мен баланы қорқытып тәрбиелеу керек деп түсіндім. Менен қорықса, пысық болады деп ойладым деген секілді анаңыздың атынан өзіңізге хат жазасыз. Кез келген адамның ісін, әрекетін кешіре алмай жүрсеңіз, Алла тағала қаншама күнәмді кешіргенде, менің Алла разылығы үшін сол адамды кешіруге неге күшім жетпейді деп сұрақ қойыңыз. Жауабы өзіңізге ұнайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсалам кішілерге мейірімді болмаған, үлкендерімізге құрмет көрсетпеген адам бізден емес дейді. Ал ата-анасына реніші бар адамның жеке өмірі де жақсы бола бермейді. Сондықтан мүмкіндіктеріңіздің келген жеріне дейін ата-ананы ақтап алыңыздар. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уәсалам, Алланың разылығы ата-ананың разылығында, Алланың ашуы ата-ананың ашуында деген. Көрдіңіз бе, ата-анаңызды ренжіту арқылы, кешірмеу арқылы Алланың қаһарына ұшырауға болады. Исра сүресінің 23-24 аяттарында Раббың өзінен басқаға құлшылық қылмауларыңа және ата-анаға ізгілік жасауларыңа бұйырды. Егер олардың біреуі не екеуі қартайса, ол екеуіне тух деп те айтпа, оларға дауыста көтерме, оларға тек жақсы сөз сөйле.
оларға мейірімділік пен кішіпейілділіктің қанатын жайып, Раббым. Кішкентайымда мені тәрбиелеген секілді оларға сен де рахым ет деп айт дейді Алла тағала. Енді ойланыңыз, Алла тағала ұлықтаған адамдарды сіздің ренжітуге, кешірмеуге хақыңыз бар ма? Сондай-ақ егер сіздің қандайда бір адамды ақтап алуға ашуыңыз, ренішіңіз жібермесе, тәкаппарлығыңыз да оянып тұр деген сөз. Мәселенің осы қырында қараңыз. Қарапайым адамда тәкаппарлық болмайды. Пайғамбардың саллаллаху алейхи уәсалам қарапайымдылығы туралы Ибн Мәже риуаят еткен мынандай әңгіме бар. Тіпті Мәдина жұртының бір кішкентай күңінің өзі талабын орындату үшін Алла елшісін саллаллаху алейхи уәсалам қолынан жетектеп қалаған жағына апара алатын делінген. Ал бүгінде ақтап алу түгілі екі бауырдың дүниеге таласып, сот табалдырығын тоздырып жүргендерді де естіп жатырмыз. Егер етене жақы адамыңызбен қарым-қатынасыңыз қисық болса, ақша келеді, басқа келеді деп армандамай-ақ қойсаңыз да болады. Келген күннің өзінде бір жағыңыз қисайып тұрады. Сондықтан бауыры, туған туысымен қарым-қатынасына сызат түскен жандар, түзеңіздер. Кешіріңіздер, ақтап алыңыздар. Алланың елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Бұлай деген, мұсылман адамның бауырына сырттай жасаған дұға тілегі қабыл болады. Оның басында арнайы белгіленген періште тұрады. Кісі бауырына қайырлық тілеген кезде белгіленген періште әмин. Саған да сондай қайырлық болсын деп тілейді екен. Өз-өзіңді емдеп ал. Өткен айда бір апаймен жеке кездесу жасадым. Қатты ауырып жүрген соң қызы қоймай маған алып келіпті. Сөйлесіп отырып жазылуға ниетін байқасам, аузымен жазылғысы келеді, түп санасы басқаша сөйлеп тұр. Апайдың бала шағасы қалаға оқуға кеткен. Былтыр күйеуі қайтыс болған, белі ауыра бастаған. Сонымен ауруы асқына берген. Неге? Себебі апа жалғыз қалған, ауырып қалдым деп хабар жібергенде, бала шағасы шуылдап жиналып қалады. Шықса болып жалғызсырап жүрген адамның түп санасына ауырсам, бәрі қасымда болады екен деген бағдарлама орнай бастайды. Сонымен апамен біраз сырласып, ішкі сағынышын қозғап, ауырмай-ақ бала шағасының қасында бақытты өмір сүруге болатынын түсіндіруге тырыстым. Қалаға балаларының қасына көшетін болды. Жалпы көңіл-күй түсе берген күн ауру асқына бастайтынын адамның өзі де байқамай қалады. Көбінесе ауру ішкі күйзелістен, жалғызсыраудан, ұзақ уақыт ренжіп жүргеннен пайда болып жатады. Сондықтан ешкімге ренжімеңіздер, өздеріңізге зиян. Француздың психотерапия саласында ерекше емдеу әдісін ойлап тапқан Эмиль Куэ деген әйгілі психологы, мықты фармацевт ғалымы бар. Ол адамның сөзі арқылы ойын өзгерте алатынын айтып, ауыр науқастардың өз-өзін емдей алатын ерекше тәсілін ойлап тапқан. Оның үстіне Эмиль Куэ өте ауыр науқастармен психикалық жүйке ауруына ұшыраған адамдармен жұмыс жасаған. Сонда оның әлгіндей науқастарға арнап ойлап тапқан дәрісінің қарапайым ғана құпиясы бар екен. Ол дәріні науқастар қабылдар кезде менің денсаулығым керемет деген мазмұндағы сөздерді айтып ішуі тиіс болған. Ал психикалық аурудан қаншама адамды жазған әлгі сиқырлы дәрінің құрамын зерттеген ғалымдар оның кәдімгі аспирин дәрісі екенін анықтапты. Сонда Эмиль Куэ адамды ауруынан жазатын дәрі емес, сенім деген. Куэ адамды ауруынан айықтыру кезінде түп санасындағы ойлардың көмегіне жүгінетінін айтқан, және ол мен емдеуші емеспін. Мен адамдардың өз-өздерін емдей алатынын үйрететін оқытушы ғанамын деген екен. Яғни мен саумын деген сөзді науқас адам миға сенімділік орнағанша айтуы керек. Бір мысал айтайын. Құрбымның көршісі қатерлі ісік дертіне шалдығыпты. Тіпті метастазға кетіп қалған. Қарапайым тілмен айтқанда, жаман аурудың соңғы стадиясында адам денесін әр жерінен тесіп жара қаптай бастайды. Дәрігерлердің өзі ауруханадан алып кетіңдер деген екен. Санаулы күндерін балаларының қасында өткісін деген болуы керек. Содан әлгі әйел ауруханаға келген күйеуімен сөйлесіп, балаларын аманаттағысы келген. Сол кездері жақын достарының бірі қайтыс болып, әйелі жесір қалған көрінеді. Мен өлсем, сол әйелді ал. Жақын адам балаларға да жақсы қарайласады деген әйеліне, күйеуімен оны алмаймын, басқа бір әйелді аламын депті. Сонда ауырып жатқан әйелі, ашуланып сен менің өлгенімді күтіп жүр екенсің ғой деп күйеуіне ерегескенде жазылып кеткен көрінеді. Бір қарағанда әзілге ұқсас бұл оқиғаны әлдекімдерден естісем, сенбес едім, жақын құрбым айтты.
Әлгі әйелдің өзі өлгеннен кейін күйеуін қайғырмақ түгілі, әйел алғысы келіп жүр екен ғой деген ойы оны төсектен тұрғызған. Гиппократтан адам денсаулығына мықты әсер ететініне деп сұрайды. Сонда бірінші сөз, екінші пышақ, үшінші дәрі деген екен. Амалдан ниет жақсы дейді. Жазылам деп ниеттендің, Алла сол ниетіңді қабыл алды. Ниеттің күштілігі сондай, бір адамға садақа берейінші деп ниеттенгенде, сол үшінде Алла сауап жазады екен. Мен байысам анаған көмектесем, садақа берем десеңіз, сол ниетіңіздің сауабы жазылады. Әрине, бұл ниет шын жүректен шығуы тиіс. Қазір адамдарды жеке қабылдап жүрмін. Аптасына 10-15 адамға психологиялық кеңес беріп үлгеремін. Сол тәжірибемнен бір қызық оқиға айтайын. Осыдан 4 ай бұрын 50-ден асқан апай келіп мұңын шақты. Үйде 2 келіні бар, үлкен келініне 7 жыл, кіші келініне 6 жыл болғалы бала көтере алмай жүр екен. Алдымен үлкен келінмен сөйлестім. Ешқандай диагноз қойылмаған, еш жері ауырмайды, күйеуінде де бәрі жақсы. Шыныңды айтшы, екінші келін түскенде менен бұрын туып қояды ма деген қорқыныш болды ғой. Десем мен әлі күнге дейін сол келін көтеріп қояма деп зәрем ұшады дейді. Көрдіңіздер ме, бәленің бәрі қайдан басталып тұрғанын. Адамның түп санасы сенің біреу жайлы ойлап тұрғаныңды, қорқып тұрғаныңды ұқпайды. Абысының бала туып қоймасын деген қорқынышты түп сана өзіне қабылдап жатыр. Исламда сен өзіңе тілеген нығметті басқаға тілемейінше толық мұсылман болып саналмайсың деген хадис бар. Сондай-ақ кімде-кім мұсылман бауырына нығмет тілея дұға жасаса, періштелер сағанда бұйырсын деп сен үшін дұға тілеп жатады екен дейді тағы бір хадисте. Міне, сіздерге психология. Ал кіші келіннің проблемасы неден дейсіздер ғой. Кіші келін келе салып үлкен келінмен алысқанмен ұл туамында осы үйден кетіп бөлек шығамын, сен бедеусің деген. Жай ғана айтып қоя салмаған, үлкен келінді сондай сөздермен жылатумен болған. Сондай ауыр сөздермен өзіне өзі ор қазып жүргенін жас келіншек қайдан білсін. Сонымен 3-4 ай бойы үлкен келін өзімен жұмыс жасады, абысыным сәби көтерсін деп күні-түні дұға жасады, аффирмация айтты. Міне нәтиже. Мен емші емеспін, бала көтертудің ем-домын мүлде білмеймін. Мен тек адамның түп санасын тазалауға, ойын өзгертуге көмектесе аламын. Пайдалы аудио кітаптарды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар.